Олай емес. Біріншіне 3. Жуыну демекші, мен баняға баратын адамдарды екіге бөлем. Үйленгенсің ма, бауырым? Үйленбе дұрысын ақшеш. Сол кезде президент тұрып былай ойлайтын сияқты. Аналар натуре көтке кіреді екен, я деп. Мен не істедім? Естественно, танымайтын адам құсап кетіп қалдым. Сәлеметсіздер. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Давайте былай істейікші, бәріміз бір адамдай, бәріміз бүйтіп бір қолымызды көтерейікші көкке осылайынан. Көтерейік. Брат, көтер. Көтерейік. Жалпы өмірде мұрындықтың түрлері көп. Неше түрі мұрынбоқ бар. Бүгін сіздермен мұрынбоқ саласының үздігі Еркотик деп қояды дейді. Жалпы кішкентай кезімізде мұрын шұқып отырасың ғой. И сол кезде жаңа біреу келіп тұрып айтады ғой саған. Шұқыма мұрынды, ішінде алтын бар ма деп. Солай естігендеріңіз бар ма? И сол кезде ойландаршы, натуре алтын болып кетсе. И ойлаш, мұрынбоқты мұрын ішінде тұн шыққанша жинайсың. Жинайсың да тұн шықтым-ау дегенде ломбардқа барасың ғой. И ломбардқа барасың да саламатсыз ба тәте дейсің. Саламатсыз ба? Алтын өткізуге келдіңіз ба? Иә, алтын өткізуге келдім. Сен анда 4 бұрышты бар ғой, астында тұратын, удастак салатын. Солай саған итереді да, и сен тұрасың, удастак саласың. Яна шық деп удастакты алады да, жүк деп саған қайтта итереді да. Алтыныз дейді, и сен тұрасың да. Дейсің ғой, байсың ғой. Қорлық көрмейсің ғой ақшадан. Одан кейін өмір болғаннан кейін неше түрлі нәрсе болады. Мынау 5 күндік мына фәниде қамшының сабындай ғана қысқа өмірде өз мұрынбоғын жегендер бар ма? Неше түрлі болады ғой өмір болғаннан кейін. Бір кезде шығып отырасың да, и ана жерде бір нихуевый мұрынбоқ шығады ғой. И ананы аласың да, скульптор сияқты домалатып, шарик жасап шығасың анадан. И мына указательный пальцын үстіне әкеп қоясың. И Қазақстан Республикасының мұрынбоқ ату шеберінің үздігі құсап, ана шарикті лақтырасың ғой. Өтіп бет ондай. Сосын кейін андай болады, шықып отырасың, и бір кезде қан атып аласың ғой. Қан атып алғаннан кейін, анау қан тоқтамайды. Ваннаға барасың. Оны бәленбай уақыт жуасың. 127 рет сіміріп тұрасың раквиннің алдында. Одан кейін мал сияқты тоқтамағаннан кейін құйрық сүртетін бумаганы алып мұрнына тық қоясың ғой. И ана одан да тоқтамайды. Сөйтіп, ең ақыр соңында қан тоқтамағаннан кейін аптекаға барып, прокладка сатып әзер тоқтатасың ғой. Деген прикол бар негізі. Жалпы жуынғаннан кейін мұрынын иіс сезе бастайды ғой. Сасық емес заттарды сезіп. Жуыну демекші, мен баняға баратын адамдарды екіге бөлем. Біріншісі орамал, шампунь, мочалка апарып, адам сияқты барып шомылатындар. Екіншісі орамал, шампунь, пиво, сушняк, еще дохуя сушняк. Темекісі бар, жейтін пейтіні бар, бритвасы бар. В общем, ана баняға той-тойлауға барады ғой. Сосын андайлар бар, дым апармайды да, есіне сұрап тұрады. Брат, мочалка бар ма? Брат, сабын бар ма? Брат, бритва бар ма? Сенде өз ұят бар ма? Үйінде ванна деген нәрсе бар ма? Если что, жаңағы заттар сол жерде тұрады. Деген әдем өте ма деп ойлаған бұл негізі. Сосын андай болады ғой. Баняда ұялып
трусимен отыратындар бар ғой. И ана трусимен отыр да. И андай кісілер болады, шустрый ағатайлар. Кірет, сразу голый шешініп тастайды. И барады да өзі парилканы ыстап, азандай көңіл жүреді десе ол кісі. Күшті болып. Бір кезде баняға сондай кісімен түсіп қалдым да. И мен бүйтіп шомылып жатырмын да, мен бүйтіп жуынып жатырмын. Жуынып жатырмын да, трусимен тұрмын да, мен ол кісіні ұялып. Жуынып жатырмын да, мына жерге келесің да, труси бітетін жерден бастап жуып кетесің да. И бір кезде сабын скользкий ғой, қолымнан фук деп сырғана кетті да, жерге түсіп, анау ағатайдың бүйтіп артына қарап кетті. Анау артына кеткеннен кейін, анау ағатай голый ғой енді. Тұрды да, андай, «Хей, бауырым, абайламайсың ба?» деп алып беріп жатқанда, «Йоп тігеді!» Ана сюжет менің мәңгі есімде қалады ғой. Ер есімі ел есінде ағайын. Екінші бет. Баняда осы туған күн жасайтындар түсінбеймін бар ғой. Со баняда ішетін алқаштар ғана жасайтын сияқты. Бір күні сондай туған күнге бардым. И анау туған күнге бардым, қызық, өзім историямды айтып берейін. Баняға бардым, и кірсем бәрі кіріп кетті. И мен жалғыз өзім қалдым да, и тұрдым да, кірсем, бір-ақ тапшке қапты. Мужскойдың бәрін алып кеткен, анда күшті үлкен размерларында. И қарасам, анау тәпішке женский, розовый, еще размері кішкентай. И ананы алдым да, енді, жаңа жұрттың балалар киіп жатыр ғой, енді мен де киейін деп, жаңағыны енді кейін десем, анаған мен үшақ бақайым сияқты. И соны ел киіп жатыр ғой енді. Соны соз киіп аласың. И ананың алды пустой, артындағы өкшен жерге тиіп тұрады. И баняң елестетіңдерші, жаңағындай шлепкін киіп ап, артын көтеріп өкшенің, и баняң ішінде былай жүресің ғой. Еще голый. Деген бар. Сосын бәрін оқып тайым, сосын кесіп алсам ғой, братан. Сосын андай болады. Сосын біраздан кейін шомылып болдық, и Наташа деген орыс қыз келді. Осы жерде Наташа деген орыс қыз келді. И жаңағы женский киіп алған мен ғана ғой. И бәрі мен аяғыма қарайды да, и мендегі ғана қыздарский. И тұрдым да, ана қыздарский ғой, енді анау Наташа енді маған береді ғой деп, оған да беруге тура келді да, жаңағы тапішкен. Сосын бердім. Сосын баняда тілек айтатындарды түсінбеймін. Жаңа тілек айтқан өзі бір түрлі ғой. Ана жерде Аллам екі дүние бақытын нәсіп етсін, жүрегіне иман берсін деген сөздер қалай айтасың? Бәрі голый. Еще ана столда арақ тұр. Бәрі мас. И ана жерде Наташа отыр. Сондай болады. Сосын арамызда любой группта малский движение істейдің, детский понятияда қалып кеткен досымыз болады ғой. И саунаның тілақтай бассейніне, құттақандай кішкентай бассейніне барып, бомбочка секіреді ғой. И анау далбайып сияқты, анау жақтан деп жүгіріп келіп, палшық еткенде, адам сияқты жүгініп атқан берекесін қашырады ғой. Ол ма? Еще сол бассейнде тұрып, дельфинді қара деп бейтіп. Сосын шығады да, мың жерден келген трусиі бар ғой, соны үш қып ботын ортасына кіргізіп ап, наңғара дейді мал. Осымен болды ау, приколдар бітті ау дейсің ғой. Брат, мен кешім ғой. Осындай прикол бар.
өтпей жатқан соң қайтер, өтпей жатқан бір қошеметтеп қойыңыздар, бірінші рет қой. Өзі кішкентай ғана қалды. Сосын жаңағы жігіттің приколдары бітті-ау дейсің ғой. Бітті-ау деген кезде орамалмен сүртіп атасың ғой. И ана далбан, ана орамалын орап алып, сен құйрығынан ұрып тұрады ғой. Сол. Баняға баратын болсаңыздар, хабарласыңыздар. Менде Наташаның номері бар. Рахмет. Рахмет. Натуре баня болып кетті ғой. Еще мұрынбоқ дейсің ғой. Көрдіңіздер ме? Үйленгем. Өзім жайлы енді айта кетейін. 2 балам бар. Естественно, әйелім бар. Тұрып қойшы орнынан, е. Әйелім бар, келді. Молодцы. Еще баламды алып келген. Рахмет. 5 минуттық, 10 минуттық маңдай тер ғой. Жо, сіздер біріншісіне 5, екіншісіне 5 деп түсініп тұрсыздар ғой, ол емес. Біріншісіне 3, екіншісіне 7. Солай ұшым. Қиын, не істейміз, солай болды. Енді тағы бір айта кететін нәрсе, мен жалпы енді отбасылық адаммын. Мен өзімді қазір артынан еріп жатқан үйленбеген жігіттерге қарап нормальный сезініп жүрмін. Неге десеңіздер, біз жақында әйеліміз екеуміз шешім қабылдадық, үйге ремонт жасайық деп. Мен айттым, давай покраска істейік дедім. Әйелім айтады, обой жабыстырайық дейді. Сосын не керек екенбіз, бәрі сөйлесіп, бәрі нормальный болғаннан кейін базарға бардық. И итоге біз обой жабыстыратын болдық. Нормально обойда болады. И мен қазір тағы да бір нәрсеге қатты көңілім толмай жүр. Жалпы көтке кіретіндер өте көп екен. Неге десеңіздер, мен кеше акиматқа барғам. Акиматта қолда кәдімгідей стол теннис тұр да, и сотрудниктар ойнап жатыр. И кеше мен Жас Отанға бардым. О жақта да сотрудниктар ойнап жатыр. Негізі бірақ дұрыс. Ол да бір бос уақытыңды бекер өткізбеу ғой, Былай қарасаңыздар, мысалы, біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Қарағандыға сапармен келеді, акиматқа кіреді, холда өтіп баратады, оп, көріп қалады да, сотрудниктар бір-бірімен теннис ойнап жатыр, көреді. Молодцы дейді. Сөйтеді, Жас Отанға барады. Дәл жаңағы ситуация көреді. И сол кезде президент тұрып былай ойлайтын сияқты. Аналар натуре көтке кіреді екен, деп. Жоқ, Ержан, сен олай қатты түсініп қалма. Негіз дұрыс ол. Не только сен, Ердоғанның өзі кіріп жатыр ғой қазір. Рас. Мен мысалға деймін да, егер елбасымыз болса, мысалы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Білесіздер ме, ол кісі немен айналысқан хобби ретінде? Ол кісі гольф ойнаған ғой, көрдің бе? Ешкім қаражат жетпейді оған, кіре алмайды сондықтан. Ары қарай кеттік. Тағы не бар еді? Ұмытып қалатын бар осы негізі. Мынандай нәрсе. Бір психолог айтты жақында. Бір апта жуынбаған адамның иісі сізге ұнаса, знаешь, что ол сіздің адамыңыз дейді. Ойлашы, бір апта жуынбаған. Мен әйеліме ажырасып кетем, бір апта жуынбаса, не только менің адамым ол. И мен ойлаймын да, 30-дан асып кеткен, отырып қалған қыздар болады ғой. Солар осы психологқа бару керек. Оларға разница жоқ. Бір апта жуына ма, 2 апта жуына ма. Главный шығып кетсе болды ғой. Сәл өтпей қалды. Ары қарай кеттік. Енді мынандай ағаларыңыз бар ма сіздердің? Мынандай ағаларыңыз. Біздің кезімізде бәрі осындай еді дейтін ағалар бар ма? Біз совет үкіметінде деп сөйлейтін ағалар бар ғой, Мен бір сондай ағам бар. Біз қонаққа барған кезде, әулетпен отырған кезде, ол кісі всегда сол сөз айтады. Біздің кезімізде біз бүйтетін едік. Қазіргі жастар болса бүйтіп жүр, сендер телефоннан баса алмайсыңдар дейді. Бірақ ол ағам менің охранник болып жұмыс істейді. И каким-то образом мен ойланам,
егер ол сол кезде сондай нәрсе істеп жүрсе, неге министр болмасқа, я? Неге депутат болмасқа? Болмаса, стол теннисін ойнап жүре беру керек қой, Ержан сияқты. Қалжыңдаймын. Негізі осы Жас Отанға бір қол соғып қояйықшы, біз ерекше қолдап жатқан. Рас, Жас Отанға үлкен көңіл бөліп жатыр. Мына жақында Сәбит пен Сағиды барлықтарыңыз білесіздер ғой, Сәбит пен Сағи молодцы. Ол кісілерге енді респект. Ондай нәрсе жасау деген. Сағи ғой бірінші алған, или Сәбит пе баланы құтқарған? Сәбит құтқарады, Сағи аяғынан ұстап тұрады. И осыған алады да видео түсіріп тұрған әйел ренжиді. Вообще-то бұл жерде менің де еңбегім бар, негізі маған да бүйту керек еді, жету керек еді дейді. И осын естиді да, супақтағылар ренжіп жатыр дейді ғой. Біздің телефон деп тұр ғой ол. И соны естіген, вообще шығаратын китайстар ренжіп жатыр дейді ғой. Бізге жер беріңдер деп. Қандай? Болды, басқа ештеңе жоқ екен менде. Я, болды, басқа ештеңе жоқ. Я, менде болды, рахмет. Менде болды, рахмет. Менде екеу болған, скоро үшеу болады. Қалай, амансыңдар ма? Бәрі жақсы ма, көңіл күйлерің жақсы ма? Иә. Қалай? Ассаламағалейкум мұхтарым жамаат деп бастайды деп ойладым. Негізі қазір түріме мұқият мән беріңдерші мен. Жақсылап қарап алыңдаршы. Иә, сақал өсірдім. Мына түр юмор айтатын түрге ұқсай ма? Юмор айтатын түрге мүлдем ұқсамайды ғой. Жоқ дегенде уағыз айтатын түр ғой мынау. Қазір кепкамды шешсем сапқа тұрып кетейін деп тұрсыңдар ғой бәріңе. Иә, біреу білет, біреу білмейді. Проект үшін өзім таныстырып өтейін. Есімім Заңғар, әкемнің аты Мадыра, шешемнің аты Қақаси. Жалпы жігіттердің ортасында үйленген мен болғаннан кейін, үлкені мен болғаннан кейін, бірақ енді Хидаятқа қарап айта алмайсың үлкен менді. Думанның да размері как бы менікіндей. Бірақ үлкені мен болғаннан кейін үйлену туралы, отбасы туралы менің айтқаным дұрыс болар. Жігіттер үйленгенсің ма бауырым? Үйленбе дұрысын ақшы. Үйленесің да, үйленгеннен кейін алғашқы балаң дүниеге келеді. Алғашқы балаң дүниеге келеді ғой. Дүниеге келеді ғой. Бір жасқа дейін сен оны түсінбейсің ғой. Бір жасқа дейін сен әке болғанды түсінбей жүресің ғой. Сомнение ұстап жүресің ғой, менің балам мынау деп. Содан кейін бірге келеді, баланың қылығы пайда болады, сол кезде түсінесің, что ол сенің балаң. Потому что ол бір жаста шақшатады. Точно сенің балаң. Сосын жігіттердің ортасында мынандай стереотип бар. Прищик шықса, қызға бару керек дейді. Жігіттер 2 жылдан асып кетті үйленгеніме. Өтірік әңгіме. Қыз жағынан тапсылы жоқ, бірақ не дегенмен прищик шығып тұрады. Сосын мына беттерінде прищик жоқ, мына менікіндей тап-таза беттер, қыздар, ұлдар бар ғой. Солар ғана бетінде прищигі шығатындар келеді айтады ғой. Осы сендер беттерін немен жуасыңдар? Неге беттеріңе прищик шықпайды деп? Сен оның басқа жерін қарап көрсейші. Бірақ не дегенмен им повезло да, бет ашық, көт жабық. Сосын мен көп нәрседе түсінбейтінім, айтпақшы прищик дегені, прищик демекші, 25 мамыр соңғы қоңырау күні ғой. 25 мамыр соңғы қоңырау, мектеп бітірушілер, үйлерінде мектеп бітіретіндер болса, мектеп бітірейін деп жатқандар болса, қол соғып қойыңдар, ол деген үлкен жетістік. Жалпы мектеп бітірет соңғы қоңырау. Бітті. Одан кейін олар қоңырау естімейтін вообще. Будильник дегенде естімейсің, студент болып кетесің. Студент демекші студенттік өмірімнен үзінді айтып берейін.
Мен 2010-2015 жыл аралығында оқыдым. Студенттік өмір, кайф өмір. Өте кайф, бірақ бюджеті жоқ кайф өмір. Біздің кезде агентпен танысатынбыз қыздармен. 35-те тоқтап болатыныз. Бір күні бір қызбен таныстым. Юго-Востокта тұрады осы жерде. Есімін айтпай-ақ қойын. Агентпен таныстық. Бір жұма сөйлестік. Күшті тіл табыса бастадық. Содан кейін мен оны, естественно, джентльмен ретінде мына жердегі Парк Победаға шақырдым. Парк Победада екеуміз бір-бірімізді көрдік. Бір көргеннен түсіндік, ол маған, мен оған ұнамағанымызда. Содан кейін әйтеуір ырымын жасап сәл жүрдік. Сәл жүргеннен кейін қыз тұрып айтты, заңғар, мен онда қайтайын деді. Қайтсаңыз қайтыңыз, онда жүріңіз, мен сізді шығарып салайын деді. Екеуміз орбитаның остановкасына келдік. Орбитаның остановкасында тұрған кезде, мен мына жағынан емес, мен әр жағынан мінем деді. А онда жүріңіз, пешеход жаққа қарай тұрайық деп. Екеуміз пешеходтың қасында тұрмыз, қызыл жанып тұр. 9, 10, 8 екеуміз күтіп тұрық. Жасыл жанды, екеуміз жүрген бетте мен білмейтін о кісінің минусы пайда болды. Оказывается, ол қыз талып қалады екен. Тура жасылға келген кезде жолдың ортасында талып қалды. Мен былай келе жатырмын, қасымдағы қыз, екеуміз келе жатқанда ол талды. Мен не істедім? Естественно, танымайтын адам құсап кетіп қалдым. Еще остановкаға қарап 19-ға міне қарап отқансың ғой терезеден. Адамдар қаптап отыр, танымайтын адам соғар отсын. Бірақ оғыз қазір дін аман. Алдында көрдім, сол пешеходта жатыр әлі. Студенттік өмірде ақшадан қатты қызыласын. Ақшадан қатты қысылғанның себебі той бастардық. Той басқарып шештік. Жайдан той басқарып жүрдік. Енді менің қасымда біреу білсе біреу білмейді, напарнигім болды, екеуміз бастадық, екеуміз де студент болды ол кезде. Содан кейін ең алғашқы той басталған кезде сәл қобалжу дегендер көп болады. Себебі 500, 400, 300 адамға ең алғашқы той басқарып атқан тамадаларға өте қиын. Біз сондай бір тойға түстік. Қарағанды қаласында университетский деген тойхана. Екеуміз басқарамыз, 400 адам алдымызда. Ол бастайды, мен ортасында кіріп ойын ойнатам. Солай келістік, бастадық, ортасында кіріп ойын ойнаттық. И аяғына қарай ол тәмамдау керек тұғын. Тәмамдайтын сәтте елдің бәрі мас. Той төрінде үйленіп атқан жігіттің әкесі, шешесі, құдағи тұр. Және де мен қасымдағы напарник тамаданның мынандай сөзі болатын. Қыздың әкесінен кеп сұрайды. 2 жасын шанараға биік тұрсын ба дейді, ол биік тұрсын дейді. Қыздың шешесіне сұрайды. 2 жас бір-бірін сүйіп тұрсын ба дейді, сүйіп тұрсын дейді. Одан кейін жігіттің шешесіне келеді де ертең келін төсекті жейіп тұрсын ба дейді, оқыс тұрып жейіп тұрсын дейді. Әкесіне сұрайды, сол төсекке немере шөберлер сүйіп жүрсін ба дейді, сүйіп жүрсін дейді. Негізі бұл осылай айтылатын дүние, менің напарнигім жаңып кетеді да, өртеніп тұрады да. Қыздың шешесіне келеді де 2 жас бір-біріне сүйіп жүрсін ба дейді ғой. Жақында мен той басқарғаныма 10 жылдай уақыт болып қалды, сол 2 жасты көрдім, әлі сүйіп жүр. Құрметті достар, құрметті қарағандылықтар, баршаларыңды жаңа жобамен шын жүректен құттықтаймын. Бұл стендап, қазақша контент. Қарағандының төрінде сіздермен болған Заңғар Абижанов әлі талай қызықты оқиғалар айтып беремін. Рахмет!